Bir адамның Құдай Таала менен 2-3 күн бірге уақыт өткізгеніне сенуге бола ма? Ондан қалса бір қостың ішінде. Әйтеуір бір қостың емес, өзгеше қостың ішінде. Бірақ бұл уақияға сену біраз қиынрақ, ал расы сену оға да қиын. Бірақ білесіз бе, өмірде әр нәрсе болуы мүмкін. Филлипс. Мак орта батыста дүнияға келді. Бір жағы Ирландиялы болған ауылдың баласы болып, оның алдында оны ауыр минетлер күтіп тұрған еді. Я! Көзіме қара деймен. Ауырды батырсаң. Ол жамаатте ақсақал, Не бақырайып тұрсаң? ал үйінде мәскүнем еді. Тиме оған. Әсіресе жауын өз уақытында жаумаған кезлері. Сенің. Ал негізі әме уақытта. Марк. Алмалы пирог жейсің бе? Тап жаңа ғана пісірдім. Кел үйге. Яқ, рахмет. Яқ дегенді қой. Міне, ал. Рахмет. Маған қара. Жақсы әкелер балаларына бұндай қылмайды. Бұл сүйіспеншілік емес. Түсініп атырсаң ба? Мен не қылуым керек? Құдайдан сора. Ол бар құлла естеді. Келіңлер, алғыс айтамыз. Кім Құдайдың шақырып атырған сессе, ортаға шықсын. Бұл сөздерден кейін сол қала күні, ол артық үндемей жүре алмайтұғынын түсінді. Мені кешір. Бәрі жақсы. Құдайға не үшін тәубе еті жағыңды айт. Мен оның алдында халсізбен. Ол ішкен уақытлары анамды ұрады. Оны қорғағым келеді, бірақ күшім жетпейді. Саған қайтадан тәрбие беруге тура келді. Неге сен мені адамлардың алдында ұятқа қалдырдың? Айт. Қане айт деймен. Ата-анаңызға құлақ салың, өйткені бұл үйемізге ұнайды. Қаттырақ. Колоссалларға 3:20. Ата-аналарыңызға құлақ салың, өйткені бұл үйемізге ұнайды. Бұл түні менен давам етті. Кейін не болғанын Мактың айтқысы келмейді. Бір күн келіп, мені кешіре аласыз деп үміт етемін. Айтайық, азап адамды іштен кеміріп қинай алатұғын қабілетке ие. Және де ол адамды жаман істерге итермелей алады. Стрихнин. Он 13 жаста қалай ер жету мүмкін? Іштегі сыр бір күні сыртқа жарып шығуы мүмкін. Бәрі жақсы. Мактың бақытлы тұрмыс құрғанына дерлік 18 жыл болды. Оның хаялы бүткіл шаңырағының сүйеніші. Кешігіп қалмауымыз үшін еле 3 минут уақытымыз бар. Қызлар. Месси, тоқтап тұр. Джош. Джош, Яқшы болады.
Джош, даярсың ба? Ала не еді? Джошқа бір зат болған, бүгін шашын тарап үстіне бір зат сеуіп алған. Элиға ұнағың келді ме? Өтірік. Рас. Эли деген кім? Кім болса да, оның сондай пайдасы тиетін болса, мен қарсы емеспін. Құдай бар құлы қасымызда болса, онда жаматқа кешіккенде кешікпегенде не барыбір емес пе? Дұрыс. Ауа. Маған бәрібір емес. Демек Құдайға да бәрібір емес. Болды, кеттік. Сенің хилең өтпеді. Қайырлы таң. Сәлем. Сәлем. Мак, кешегі ойынды көрдің бе? Пульт менің қолыма тимейді ғой. Бір күні тиіп қалар. Оның көретін затлары маған да ұнайтын болып қалды. Мен Макпенен 10 жыл бұрын жамәтте таныстым. Ол уақытта ол Құдайды мен сияқты танымайтын еді. Ол Құдайдан ұсақ еді. Ал мен шын кеуілден сенетұғын еді. Ол Құдайды папа деп шақырып, оның менен достар сияқты сөйлесетін еді. Бірақ бұған Мак еш қосыла алмайтын еді. Дегенменен оларды жақсы шаңырақ деп атауға болар еді. Бірақ оларға ауыр сынақ келгенде, һәмме нәрсе бір сәтте өзгеріп кетті. Қос. Бұндай хабар айында сен қайға бара жақсың? Яқ, мен бұндайды ешқашан көрмедім. Қорқпа, жоғалып кетпеймен. Рельслерді қыздырамын. Азма шаршадым, ешкап. Қараңғы түскенше жолды тазалайын деп едім. Азында қоңырау қыламын. Мен де сені. Отыз жылдан бері бұндай боран болғаны ядымда жоқ. Еледен Нэн менен балаларың жолға шықпағанын айт. Ол жақта менің жәрдемім керек болмай ма? Гүрекпенен демде ақ тазалап тасылар едік. Яқ. Азғантай қалды. Бензин үшін рахмет. Бәлкім кешкі ауқатқа келерсең. Мэгги тауықтан пирог пісіріп жатыр. Нэн жеуге ауқат даярлап кетті. Енді кіреді. Яқшы. Рахмет. Арзымайды. Маккензи. Маккензи, көріспегенімізге көп болды. Сені сағындым. Егер көрісуді қалесең, мен келесі қала күні қоста боламын, папа.
Эй, папа. Папа, мен какшы. Оған орын жоқ. Мак, мынаны бір ұмытпайтын жерге сал. Аптечка? Харриге қарсы Дарияның батпағын қолданамыз ғой, Джош? Ала. Мама, арастан да семинарыңыздан сорап шыға алмайсыз ба? Қапа болма, менсіз ақ уақытыңыз қызық болады. Папаңыз мамаңыздың орнын білдірмей тұғынына сенемен. Яғыл. Хей, кішкентай ханым, мынау не қолыңдағы? Насекомалар коллекциясы. Нені? Сен не, қоңызларды жинап жүрсең бе? Яқ, папа. Яқ? Бұлар Дикси һәм Донна, Глем қоңызақлары, мынау Ванда мылтықшы, ал мынау жапырақ құрты Карл. Жапырақ құрты Карл, зор. Оларды алып жүрсем бола ма? Ілтимас. Жапырақ құрты Карлды тасап кете алмаймыз. Әлбетте. Яқ. Кешір, қолымнан келмеді. Жазда қыдырып қалажақсыз ба? Демалыс күндері сіздерсіз жалғыз қалады екенмін ғой. Саған үлкен балық алып қайтаман. Яқшы, бірақ және дүканның балығы болмасын, мен айыра аламын. Хей, Вилли, бір минутқа мүмкін бе? Әлбетте. Мә, Біздер кетуіміз керек. азмас шыдап тұр, ілтимас. Балалар. Яқшы, қане? Қане? Күліңлер? Қане күлеміз? Ажайып. Рас па? Яқшы, кететұғын уақытыңыз болды, жақсы барып қайтың. Малтномақ сарқырамасы. Балалар, анаған қараң, есіңізде ме? Сарқырама, папа тоқтатың. О, папа, көректі. Я, қараңғы түспей тұрып лагерге жетіп алуымыз керек. Папа, мессияға хинт маликасы туралы айтып бердіңіз бе? Малика туралы? Ала, папа, айтып берің. Мессия есткен жоқ, ізімізге қайтуымыз керек. Ілтимас. Я, әр жерде тоқтай берсек жете алмаймыз. Ілтимас. Яқ дедім бе, болды. Міне мына жаққа. Бұрынғы өткен заманда бір хинт маликасы болыпты. Ол сұлу болған ба? Ауа, ол жүда көздал малика болған. Оның шашлары қандай болған? Сенікіндей болған. Айтқызасаң ба өзі? Сол малика патшаның жалғыз қызы болған. Олардың қауымы жүда үлкен екен. Бір рет жаз уақытында олардың қауымында ауыр бір кеселік тарқалыпты. Ол жүда жаман кеселік болып, әтте күшлі әскерлерге де жұғыпты. Адамлар өлім халатына келіпті. Барлық қауым ақсақаллары жиналып, не істеуге болатығын ойласыпты. Сонда Маликаның әкесі адамларға қарап, бұл жаман кеселік, жалғыз қызым қауымымыздегі адамлар үшін жанын берген уақытта ғана тоқтайды, деп пайғамбаршылық қылыпты. Ақсақаллар ұзақ тартысыпты, һәм бұндай құрбанлық беруге батына алмапты. Ал Малика бұл пайғамбаршылық туралы есткен уақытта, ол не істеу керек екенін біліпті. Себебі ол өз халқын оға да жақсы көреді екен. Ертеңіне азанда ол ана таудың үстіне шығып, еш екіленбестен таудан секіріпті. Ертеңіне азанда олардың қауымы сол кеселіктен толық шипаланыпты. Ауырып жатырғанлар орынларынан тұрып, һәмме қуанышқа бөленіпті. Бірақ патша қызының жоғалғанын естіп, бәрін түсініпті. Ол қатты қиналып, көзлерінен жаслар ағыпты. Ол, менің қызымның бұл құрбанлығын адамлар еш қашан ядыларынан шығармағай, деп жылапты. Оның көз жаслары ұлы рухқа қатты тәсір етіп кетіп, оның жалбарынуынан жауап беріпті. Сол уақытта ана жерден су аға басылапты. Сондай етіп, Малтнома сарқырамасы пайда болыпты. Кеттік пе? Мен кеттім. Азмас шыдап тұр, ілтимас. Мамаңнан үйрендің, я? Парк штаты, Олова көлі. Абайлаң, суға түсіп кетпең. Яқшы, папа. Салим, ке жәрдем берейін. Қане? Әне болды? Менің атым Мак. Эмиль, анау менің хаялым Вики.
Ана экөө сенің балаларың ба? Ооба. Досласып алды ма деймін? Ооба, биздерде досласып алмасак уят болатыгын чыгар. Жора, биздер ана жерге жайгастык. Сәл кийинирээк барсаңыз, хаммемиз бирге отка зефир кууруп жибередик. Болды, барамыз. Зор, онда кийинирээк көрсөмүз. The other day, I saw a bear. Away up there. The other day, I saw a bear. A great big bear. Away up there. He looked at me. I looked at him. He sized up me. Ажайып балаларыңыз бар экен. Рахмет, сіздерде де. Папа, ибадат ететін уақыт болды. Қазір барамын. Папаға? Ауа, менің хаялым Құдайды сондай деп атайды. Маған ұнады. Құдайды папа деу мен үшін тым қиын. Папа! Бірақ бұл балаларымызға ұнайды. Мен кеттім. Менің анам маған деп айтатұғын еді. Аспанда жұлдыз жарқырап кетсе, демек сол уақытта ибадат аспанға жетіп барған. Бейіште ибадатларымызды естіп тұрады. Вау! Папа, бәрқұлла бәрін болса керек. Ауа, Не үшін оның өлуі керек болған? кімнің? Хинд маликасының. Менің ойымша, ол өлмесе де болмайтұғын еді. Бірақ өз халқын құтқару үшін оның өзі сондай қылған. Ол рас болған ба? Рас болуы мүмкін. Арасында аңызлар болған уақиялардан келіп шығады. Бірақ Исаның өлгені аңыз емес қой, ә? Ол Библияда бар екен, демек ол хақиқат. Ал ұлы рухтың басқа аты папа ма? Енді ол рух. Һәм ол ұлы. Солай емес пе? Онда не үшін ол аямайды? Неге өйтіп айтып атырсың? Ұлы рух Маликаны таудан секіруге мәжбүрледі ғой. Ал Исаны атанақта өлуге. Егер аяғанда ондай қылмайды ғой. Білесең бе, қызым? Үйге барған соң, мамаң саған бәрін түсіндіріп береді. Папа, менің де таудан секіруім керек бола ма? Яқ. Яқ, қияшым. Сенің ешқашан таудан секіруіңе тура келмейді. Ал егер Құдай секір десе не? Яқ. Ол саған секір деп айтпайды. Яқшы. Жақсы жатып тұрың, папа. Жақсы жатып тұр. Ол жақсы сұрауларды берді, е? Ауа, жақсы сұраулар. Ол хаммеден өзгеше. Саған құсап. Рахмет. Сені жақсы көремін, папа. Мен де сені. Енді ұйқыла. Мисси, жиналатұғын уақыт болды. Маликаның аяқ киімі қызыл болуы керек пе, ямаса көк пе? Болды, сыртқа шығыңлар. Қызыл ма я көк пе? Басқа киімдері қандай? Менікінде қызыл көйлегі бар. Онда қызыл. О, сұлу болып атыр, қызым. Папа! Маған қара! Отыр. Папа! Джош!
Папа! Джош! Папа! Астында қап қойды, таба алмай атырман. Джош! Джош! Папа! Джош! Астында қап қойды. Папа! Джош қаяқта? Мен мындамын, сен жақсысың ба? Джош шықпай атыр. Жәрдем керек пе? Болды, шығарды. Папа, тез шығын. Қазір шығамыз. Тез, оң жағын ұсла. Көзіңді аш, Джош. Джош! Демал, балам. Демал. Балам, демал. Джош. Балам, демал. О, ане болды. Болды. Месси. Болды, шыға бер қызым, бәрі аман. Эмиль, Мессиді көрмедің бе? Яқ. Сен бетке кетпедің екен? Қалайсың? Месси қақта, папа. Осы жерлерде ойнап жүрген шығар. Қазір табамыз оны, яқшы ма? Бұл жерде жоқ. Біздің қызлар да жоқ. Ана шомылатын жерлерді іздеп көр, мен аналарды көремен. Яқшы. Месси! Эмили! Кешірерсіз, кішкене бір қызды көрмедіңіз бе? Яқ, көрмедім. Месси! Вики! Мен оларды таптым. Месси қайықта? Білмедім, Мак, олар Мессиді көрмеген. Месси! О, құдайым! Месси! О, құдайым, ілтимас! Ядыңызға түсіріп көрің, мына жерде Хаммезат ұсындай болып тұрып па еді? Қызыңыз осы жерде қалып па еді? Ауа. Мынау не? Ханның қызы, ілгешек пе? Ол Мессидке емес пе? Яқ. Анық оныкі емес. Менің ойымша, жігітлер, оны ямаса көлден, ямаса таудан іздеуіміз керек. Яқшы, онда мен мына тарапты іздеп көремен. Ауа, бәріміз ар жаққа бөлінеміз. Не хақында сөйлесіп атырғаныңызды мен білсем бола ма? Яқшы. Жақсы емес хабар бар, мистер Филлипс. Фобер көп жылдардан бері қыдырып атырған бір адам бар. Олардың айтуынша ол кем дегенде кішкене 5 қыздың ұрлануында гумандар. Менің Мессиімді де ұрлаған деп ойлайсыз ба? Бұған елі сеніміз кәміл емес. Күмандар шақсыға ұқсас біреуді көрдік. Имнаха постына жақын жерде фургон машинасының ішінде. ФБР оны Джорджефте қолға алмақшы. Оған айт, 1 сағаттың ішінде сол жерде боламыз. Мистер Филлипс, балаларыңызға барың. Месси Филлипс қыдырылмақта. Мистер Филлипс, бұл жерде Месси туралы қайғырмай атырған бірде-бір адам жоқ. Біздер оны сізге аман сау қайтару үшін қолымыздан келген барлық нәрсені істеп атырмыз. Мама, Болды, бәрі жақсы, мен келдім. кешір. Болды, бәрі жақсы. Мені кешір. Сәлем. Тек аз-маз уақыт оны қалдырған едім.
Қайық аударылып кетті. Білемен. Тыныш. Тынышлан. Мак, жаным, сенің айыбың жоқ. Мистер Филлипс. Сэр. Таудан сол фургон машинасын тапты. Яқшы. Вертолет күтіп тұр, сэр. Мак, бәрі жақсы ма? Жақсысаң ба? Ава. Яқшы. Кетуіміз керек. Яқшы. О, Мак, тап ауқаттың үстіне келдің. Бұны қалай түсінсек болады? Нені? Бұл қандай хәзіл өзі? Сен бұны мені жазды деп ойлап атырсың ба? Қос деп қойыпты. Пападан дейді. Басқа ешкім бұны білмейді. Мак, өлсем де өйтіп жазбас едім. Оны қайықтан алдың? Почта құтысының ішінен бірі салып кеткен. Кімнің хаддіне сейді екен бұндай іс? Полиция шақырайын ба? Оларға мен не деп айтаман? Қарда ешкімнің ізі жоқ, сондықтан бұл хат Құдайдан бір белгі болуы мүмкін деп пе? Ешкімнің ізі жоқ па? Яқшы, иесі табылар. Мак. Топты лақтырды, қақшыды, зор етіп қақшыды. Бұл ойыншы ажайып ойын көрсетпекте. Бұл жас жігіт Стивенсон. Жақында командаға қосылды. Бірақ әлі қашан көзге түсіп болды, хәтте тізесінен травмасы болса да. Мак. Сәлем. Міне үйге келдік. Сәлем, папа. Сәлем, чемпион. Сізге не болды? Еш нәрсе. Басым азғантай жарақат алды. Қане мен бір көрейін?
Ешкап, тек кішкентай ісік бар. Ол не? Эй, жұмысымдікі ғой. Кейт қайықта. Hazır келеді. Азанда саған шығып ала алмадым. Рас па? Тас болып қалғанман ғой онда. Папа, Элидің үйіне барсам бола ма? Күннің қандай суық екенін көрмедің бе? Тек 2 көше ғой арамыз. Басқа уақыт. Эй, Кейт, тоқта. Не еді? Сәлемеспейміз бе? Сәлем. Кетсем бола ма? Болады. Ол еле өзіне келмеді ме? Білмедім. Еле бұрынғыдай. Аз-маз өзіне келгендей болады. Кейін баяқсы. Ендігі қала күні ажағамның үйіне апара жақпан. Ол жақсы психологларды біледі. Бәлкім, сен де біздерменен барарсың. Кейт, менің барғанымды қалайды деп ойлайсың ба? Яқ, сондықтан өздеріңіз кете берің. Мен киімдерімді өзгертіп, жұмысларыммен қалаға барып қайтамын. Мак, Ау, ұмытпа, біздер бір-бірімізді сүйеміз. демек бұл туралы еш нәрсе білмейсіз. Бұған олыма мөр басылмаған. Ауа, Біздер мөр баспай хат жібермейміз. Айтпақшы, сенің почтаңды тексеріп көрейін. не үшін саған джип керек боп қалды? Мак, неше жылдан берлі доспыз, маған тура айта бер. Бәріне сол хат себепші ме? Сен растан да сол жерге қайттан бармақшымысың? Сондайды, ненге ұлыма бұл хақында айттың ба? Яқ, оны қапа қылғым келмейді. Онсыз да қол зорға шыдап жүр. Ибадат етіп көрдің бе? Маған тек сенің джипің керек. Ол жаққа баруыңды дұрыс деп ойламаймын. Хат жазған сол адам болса не? Құдай білсін сені не үшін ол жаққа шақырып атырғанын. Бәлкім ол емес шығар. Сенің ойыңша бұны жазған ол ма? Кім? Құдай деп атырсаң ба? Қарда ұлыма із жоқ деп өзің айттың ғой. Бәлкім хатты қашан таслап кетіп, мен оны тек кеше көрген шығармын. Бұндай болу мүмкін емес. Бірақ та бір зат қылуым керек, бармасам болмайды. Яқшы. Бірақ мен де барамын. Яқшы. Оған жақсы болады деп үміт етемін. Ауа, саған да жақсы болады деп үміт етемін. Балам, мынаны аласаң ба? Әке, Рахмет, барған соң маған жаз. маған қара.
Сені бір зат қинап атырғанын сезіп тұрман. Егер бұны айта алмасаң, мен қапа болмайман. Біздер онсыз-ақ көп затты жойттық. Енді сені де менің жойтқым келмейді. Яқшы ма? Палатка, сумкалар, ауқатлар, фонарик, етіклер. Әр ықтималға қарсы. Қармағың не? Балыққа баратығынымызды білген жоқ едім. Барып бәрі менің құр бос ой қияларым екенін түсінген уақытымызда басқа қандай да бір нәрсе іздеуіміз керек қой. Болды, қармақты алып шығамын. Сен растан да сол жерге қайттан бармақшымысың? Енді сені де менің жойтқым келмейді. Қай жердесің? Мен келдім. Қане шық. Хәтте оны адам құсап жерлеуге де жол қоймадың. Сен қорқақсың. Неге? Құдайым, Құдайым! Құдайым!
Кешір. Мені кешір. Кешір. Мені бұл жерге алып келдің, бірақ көзге көрінуге жүре кете алмадың. Сені де папа дейді ау. Бүгін күн салқын, я? Іште отын жағажақпан, қалесең бірге жылынамыз. Жүрішке, Мак. Біреу сені қатты көргісі келіп атыр. Келет дедім ғой. Маккензи Аллен Филлипс. Әне саған. Өзгеріп кетіпсең. Мен сізді таниман ба? Онша емес, бірақ бұны түзетсек болады. Мен бұл ұшырасуды қанша күттім. Сенің менен жүзбе-жүз көрсуді. Курткаңды бер. Пистолетті де. Біздер ешкімге зиян тигенін қалемейміз ғой. Түсінемен албырап тұрсаң. Біздерде. Әсте-әсте үйренісіп аламыз.
Кел танысып алайық. Мен Элойзаман. Менің атларым көп. Бірақ бұл жақсы көретұғын атларымның бірі. Егер қалесең, сен де мені Нэнде етіп шақырсаң болады. Сіз Нэнді де танисыз ба? Ауа да. Жақсы таниман. Демек, сіз Ауа, бұл мен. мәңгі жасаушы? Мәңгі жасаушы. Дәру Библиядағы сөздерді айтып атыр. Менің ұлымды да көрдің. Қуанышлыман, Мак. Ұлыңыз? Әлбетте. Мен Сараяман. Сара кім? Сарая, бұл самал демі дегенді білдіреді. Жақсы. Демек, қайсысыңыз? Мен. Сені қанжелі жақсы көретұғынымды білсең еді. Бәрі жақсы, балам. Өзіңді еркін тұт. Хами өзі үшін қымбат болған нәрселерді жинайды. Солай емес пе? Мен көз жастарды жинайман. Түсіндім. Сізлер менің танысқаныма қуаныштымын. Әзір келемін. Қане еш оянбағанымда. Мынаны түсіріп алдың ба? Бұны сен бе жазған? Сенің келгеніңе біздер қатты қуаныштымыз. Көзлеріме сенбеймін. Бұл жерге мен неге келдім? Мен не істеуім керек өзі? Сенен еш нәрсе талап етілмейді, Мак. Сен қалеген нәрсеңді істесең болады. Қалесең балық сыла. Қалесең бағда қыдыр. Қалесең бағда Сараяға жәрдем бер. Қалесең папаға бар сөйлесіп отыр. Қалегенің. Білемен, сен хайран болып тұрсаң. Бірақ бәрі жақсы болады, Мак. Қалесең, мен ұстаханада боламан. Бір нәрсенің үстінде жұмыс істеп жатырман. Яқшы. Бұл иіселі ядыңда ма? Гриф. Сенің мамаңның духия. Ол сені сенің ойлағаныңнан да көбірек сүйеді. Мен өлдім бе? Өлгенге ұқсайсаң ба? Менің келетұғынымды сен білдің, е? Әлбетте білдім. Келмей қалуыма да болатын беді? Мәжбүрлеу бұл менің ісім емес. Сен тап қазірде ана есіктен шығып кетуіңе болады.
Не үшін мені бұл жерге қайтадан алып келдің? Себебі сен бұл жерде батып қалдың. Сен хаяллар киімін десең бе? Ауа, не еді? Мен сені барқұлла, ақсақаллы қары деп ойлайтұғын едім. Ол Аяз баба ғо. Басыңнан өткен нәрселерді білемен. Сондықтан әке тымсалында көрінсем, сені көтер алмай қалады деп ойладым. Міне, кел саған бір жұмыс берейін. Жақсылап бас, аудар, кейін ора. Болғаны. Арамызда қанша қашықтық бар екенін білемен, Мак. Сен бұған сенбеуің мүмкін. Бірақ мен сені айрықша жақсы көремен. Сенің ішіңдегі жарақат екеуміздің ортамызда тұр. Мен соны шпалағым келеді. Түсінемен оны шығарып таслау саған қиын болып атыр. Оны сүп деп бірден жоқ қыла алмайсың. Ол көп уақытты һәм көп қарым-қатынасты талап етеді. Қарым-қатынасты? Сен құдіретлі құдай емессің бе? Әмме нәрсені білесің. Әмме жердесің бір уақыттың өзінде. Шексіз күш құдіретке иесің. Соған қарамастан, менің қызалағымның өлуіне жол қойдың. Ол саған қатты мүтәж болған уақытта, сен оны таслап кеттің. Оны ешқашан таслап кетпедім. Егер сен растан да сол болсаң, мен саған қатты мүтәж болған уақытларымда сен қайықта едің. Ей бала, сен тек өзіңнің азапларыңа қарай берсең, мені көрмей қаласаң. Тоқтатың жұмбақларыңызды. Сен қалайынша маған жәрдем бере аласың? Егер қызыма жәрдем бере алмаған болсаң, сенің себебіңнен ол жоқ. Оны қайтармағаныңша, мен ешқашан азат бола алмаймын. Хақиқат һәм мені азат қылады, Маккензи. Сол хақиқаттың аты бар. Тап қазір ол ұстаханада беріліп жұмыс істеп атыр. Хақиқат па? Оның тарихын білемен. Сен оны да таслап кеткенсің. Шамасы, сен сүйемен деген адамларыңды таслап кете бересің бе деймін. Сен мен туралы қате ойдасаң. Ол емес пе? Құдайым, құдайым, неге мені таслап кеттің деп айтқан. Яқ, Мак. Сен сырларды еле түсінбейсің. Менің ұлымның таңлаған жолы, біздердің екеуміз ұшында қатты қымбатқа түскенін ұмытпа. Мұхаббат бәрқұлла бір із қалдырады. Біздер ол жерде бірге болған едік. Мен ешқашан оны да, сені де, Мессиді де таслап кетпедім.
Ол көз зал, я? Ол ұшу үшін жаратылған. Ал сен болсаң, мехір көру үшін жаратылғансың. Мехір мұхаббатсыз жасау. Бұл құстың қанатларын кескенге ұқсайды. Жауызлық адамды соған әкеледі. Егер оны шешпесең, не үшін жаратылғаныңды түсінбейсің. Сенде де сондай болғанын қалемеймін. Соның үшін да сен осы жердесің, Маккензи. Сен ұшуды үйренесің. Кешкі ауқатта таяр боп қалды. Джоштың сөйлесетін қызы бар ма? Элиді назерде тұтып атырсыз ба? Маған ол қыз ұнайды. Маған да. Әсіресе оның күлгені ұнайды. Жағымлы, я? Ауа. Ол бұның түс емес екеніне елі есен алмай атыр. Қайдем? Кейттің жағдайы қалай? Bizler aldın жақын едік, бірақ... О, құдайым. Кешірерсіз, мен саған емес. Бәрі жақсы. Мен емес пісірген. Мазалы. Мен бұндай мазалы ауқатты жеп көрмедім. Еш қашан. Әтте түсімде де. Рахмет. Бір зат сұрасам бола ма? Мен сізлерге Джош, Кейт, Хамнен туралы айтып беріп атырман. Ал егер сізлер рас сол болсаңыз, онда алдынан менің не айтатұғынымның бәрін білесіздер ғой, дұрыс па? Ауа. Бірақ біздер сенің әрбір сөзіңді тыңлағанды жақсы көреміз. Себебі сенің аузыңнан естеміз ғой. Біздер сенің балаларыңа сенің көзлерің менен қарағанды жақсы көреміз. Мен жуаман, сен сүртесің. Бұл жерде бәрін өзім істеймін. Бәлкім маққа жаратқан істеріңді көрсетерсің. Барып көреміз бе? Көрейік. Мынаған қара. Ажайып. Менің түсінігімше, сізлер қатты жақынсызлар. Бірақ сенің қасыңда мен өзімді арқайынлау сеземен. Бәлкім менде адам болғаным үшін шығар. Бірақ сен де құдай емессің бе? Мен папаға һәм сараяға алып баратұғын ең жақсы жолман. Мені көрген оларды көрген болады. Сізлер бір-біріңізге оқсамайсыз ғой. Элойзаны мен ұлыма басқаша етіп көз алдыма келтірер едім. Сараяны болса, о құдайым оу. Сарая ол дөретуші. Харекет. Өмір демі. Ол менің рухым. Мехір мұхаббат, жақын қарым қатынас ішінде ғана болады Мак. Сен менен сондай қатынаста болдық әлеміз. Хәтте сен бұны көрмеуі мүмкін. Бірақ сен біздердің мұхаббатымыздың орайындасың. Мына сұлулықтардың бәрі біздердің көзімізде сен менен салыстырғанда еш нәрсе емес. Мен соңғы рет осындай етіп жұлдызларға қарағанымда, қызалағым қасымда жатқан еді.
Білемен. Библия. Қайырлы түн. Қайырлы таң. Саған Нейл Янг ұнай ма? Ол маған айрықша ұнайды. Жақсы ұйқыладың ба? Ауа. Білесің бе, түслер ақбетлі болады. Олар тап айнаны ашқанға ұқсайды, жаман хауаны сыртқа шығару үшін. Саған онша ұнамайтұғын адамлар да бар ма? Яқ. Біреуін болса да таба алмадым. Шамасы менің болмысым сондай шығар. Сонда ешкім кеуіңізге тимей ме? Тиеді. Ашуланбайтын ата-ана бар ма? Сондай кезлері сен ғазебіңді төгесең, дұрыс па? Нені? Ғазебіңді. Қателеспедің бе? Қателеспедім. Саған құлақ салмағанларды жазалайтұғыныңды әме біледі ғой. Яқ. Менің жазалауымның қажеті жоқ. Бұнаның өзі ақ жаза болады. Бұған сенуің қиын шығар. Бірақ мен тек жақсылық жаратаман. Хәтте тәртіпсізліктен де бір жақсылық шығараман. Менің жұмысым сол. Сенбеймін. Дүнияда сонша жаманлықлар жүз беріп батыр. Бір ауру қанқор, айыпсыз қызалақларды өлтіріп батыр. Бұлардан қандай жақсылық шығуы мүмкін? Бәлкім бұл жаманлықларды сен жібермей атырған шығарсаң, бірақ оларды тоқтатпайды атырсаң. Маккензи, сенің көріп тұрған нәрселерің толық бір картинканың тек кішкене бір бөлегі ғана. Сен әмме нәрсеге көрген азабыңды қоса бересің. Өміріңдегі ең баслы қате, бұл менің жақсы екеніме сенбегенің. Мен жақсылықпан. Егерде кім екенімді, һәм сені қаншелі сүйетінімді білгеніңде, онда түсінбе. Бірақ бәр құлла өміріңде бәрін жақсылыққа бұратығынымды да білер едің. Әне сонда сен маған сенген болар едің. Мен бе? Не үшін сенуім керек? Қызымды өлтірді. Оның өлгенін сен енді ақлай алмайсың. Маған енді тап не айтсаң да.
жол іздеп атырсаң ба? Машинаңызды іздеп жүрген болсаңыз, ол ана жерде. Ана тереклердің ар жағында. Міне, кілттеріңізді ұмытпаң. Рахмет. Соны айтпақшы едім. Біздер еш нәрсені ақламақшы емеспіз. Егер рұқсат бергеніңде жарақатыңнан шпалар едік. Кетпесіңнен бұрын, маған бағда бір жұмысты тамамлауға көмек бере аласаң ба? Байрамнан бұрын үлгеруім керек. Қандай байрам? Білуді қалесең, қал. Қалың өсіп кетіпті. Ойыңда басқа сөзді айтпақшы едің. Яқшы, бұнша елі тәртіпсіз өсіп кетіпті. Ауа сондай. Оға да сұлу. Ертең мен бұл жерге өзгеше бір нәрсені екпекшімен. Топырақты таярлау үшін біздер барлық тамырларды қазып алып тастауымыз керек. Болмаса олар қайттан шығып жаңа еккендерге зиянын тигізеді. Мына сұлу гүллерді ме? Ауа. Сол жерден басласаң болады. Яқшы. Абайла. Ол жүдә зәһәрлі. Зәһәрлі зат бұл жерде неғып жүр? Сенің ойыңша, зәһәр жаман нәрсе ме? Әлбетте. Мынаның құры өзінің соғы адамды өлтіреді. Бірақ, егер де оны мына гүлдің соғыменен араластырсақ, олар бірден таң қалдырарлық күшлі дәріге айланып кетеді. Бір сұрауым бар. Жақсылықты жаманлықтан айыра алатұғыныңа көзің жете ме? Айыру қиын емес. Сеніңше жақсылық деген не өзі? Енді маған, я болмаса, маған жақын адамларға пайдасы тиетін зат. Ал жаманлық не? Зиян тигізетін зат. Жақын адамларыма зиян тигізетін зат. Демек, сен судьяның рөлін атқарасың. Сондай шығар. Ал сен қателесіп көрдің бе? Иямаса, бір ойларыңды өзгертіп көрдің бе? Ауа, Дүнияда миллиардлаған адамлар бар ғой. Һәм һәр қайсының жақсылық һәм жаманлық туралы пікірлері әрқилы. Сенің жақсылық деген нәрсең екінші біреуге жаманлық болып көрінуі мүмкін. Әне, ұрыслар соннан келіп шығады. Себебі һәме Құдай болғысы келеді. Бірақ ешкім Құдай бола алмайды. Ешбір адам. Негізі, біздер һәр бір адам менен ашық достлаша сөйлесуді қалейміз. Енді қандай болды? тәртіпсіз елі. Дұрыс айттың, Мак. Тәртіпсіз, әжайып, һәм бәрқұлла өзгеріп барады. Бұл тәртіпсізлік сен.
демек бұл жерде қалуды шештің. ойланып тұрман. Сарая көндіре алады. Расы, оның айтқан сөздерін онша түсінбедім. Онда егер де бағда қыдырғың келсе, көлдің арғы тарапында бір қызық нәрсені көрсетуім мүмкін. Қазір жұмысымды тамамлап болып, сенің қасыңа бараман. Қалесең қайықпенен бар. Балық тұтқым келсе, ішінде қармағым да бар. Папа! Папа! Яқ. Мак, қорқпа. Неге маған бұндай қылып атырсаң? Бұл мен емес. Сен ғой мені бұл жерге жіберген. Мак, бұл сенің ішіндегі затлар. Сен өзіңді өзің набыт қылып атырсаң, ал басқа біреу емес. Яқ. Терең дем ал, һәм менің даусыма құлақ сал. Оған қарама, Мак, тек маған қара. Месси! Өтінішті ойлама, қайғыңды есіңе алма. Маған қара. Бәрі жақсы болады. Маған қара. Маған сен, олар саған зиян тигізе алмайды. Тек менен көзіңді айыра көрме, демал. Баракалла, Мак. Мен сені еш таслап кетпеймін. Қане? Қайықтан түсетін уақытың келді. Не? Уақыт келді. Бұл хәзіл болса керек. Я хәзілес тұрғаным жоқ. Қолынан келеді. Келмейді. Мен барман. Батып кетемен. Яқ, Мак. Сен келешегіңді менсіз көз алдынан келтіресің, бірақ менсіз келешек жоқ. Мен бар құлла қасында болуға уәде берген жоқпан ба? Міне қасыңдаман. Қане, бол. Яқшы. Әне. Ойын ба түсін бе? Енді не қылайын? Енді жүр. Яқшы. Баракалла. Енді қалайсың? Түс көріп атырғандаймын. Қара балықлар да келді.
Қара. Анан көрдің бе? Сұлулығына қара. 1 метр шығады. 1 хаптадан бері тұта алмай жүрмен. Неге оған қармағыңа түсуге бұйрық беріп қоя қоймайсың? Онда қызық болмайды ғой. Білесің бе? Сен діни адамлардың айтқанынан басқаша екенсің. Дін. Оның шартлары дым ауыр. Маған құллар керек емес. Маған достар керек. Бірге өмірді бөлісетін шаңарақ керек. Енді жақсы масихи болу үшін көп қағидаларды орындау шарт емес пе? Өзің ойланып көр, Мак. Сен жақсы масихи деп ойлайтын адамларыңа мен ұқсайман ба? Яқ, еш ұқсамайсың. Оларды не деп атайтұғыны маған ақметлі емес. Маған ақметлісі адамлардың өзгеріп, папаны тануы. Хақиқи шешмешілікті басыларынан кешіруі. Хақиқи сүйіспеншілікті мен басымнан кешіріп көрмедім. Аяғыңа ки, мен саған жолды көрсетемен. Мына соқпақтың ақырына дейін бар. Кейін алдыңа жүр. Сен не, бармайсың ба? Бұл жолда сенің өзің басып өтуің тиіс. Сені ешқашан таслап кетпеймін деп айтқан едің. Ядымда. Маған сен. Бүгін үйренген нәрсеңді ядыңда сақла. Мен сені осы жерде күтіп тұраман. Тоқтама. Сәлем. Кімдер бар ма? Кешірерсіз, мен... Сіз кімсіз? Мен даналықпан. Неге бұл жерге келгеніңді білесің бе? Онша емес. Бірақ, әсте-әсте бұған үйреніп жатырман. Бүгін айрықша күн. Айрықша нәтижелерге әкелетін күн. Сен бұл жерге сотқа келдің.
Сотқа? Мен елі өлген жоқпын ғой. Яқ. Онда нені сотлайсыз? Сен Құдайдың мейірімлі екеніне сенбейсің ғой. Месси оның қызы ма? Әлбетте. Онда сенбеймін. Құдай өз балаларын онша жақсы көрмейді деп ойлаймын. Егер соған сенетұғын болсаң, кел, отыр. Мені сол жерден сотласаң да болады. Сені сотлайын ба? Тәубе ететұғындай бір нәрсең бар ма? Тап өзім білмейтұғындай. Білемен. Бірақ сотланып атырған сен емес. Бүгін сен судьясаң. Қалай? Неге хайран болып атырсаң? Бүткіл өмірің бойы сен әмме нәрсені әмме адамды сотлап келдің. Адамлардың іс-әрекетлерін ниетлерін, тап олардың бәрін білетұғындай болып. Сен адамлардың көрінісіне, киімлеріне, сөйлеген сөзлеріне қарап, дәрхал оларды үкім етесің. Шыпқасыз, сіз сотлау бойынша мамансыз Маккензи. Отыр. Яқшы. Кімді сотлауым керек? Дүниядағы барлық жаманлықлар һәм азаплар үшін сен айыплайтұғын біраз адамлар бар. Сондай адамлар бар, дұрыс па? Дұрыс. Бәлкім эгоистлер шығар. Іші тарлар, жауызлар, қанқорлар, наркотик сатушылар, террористлер. Айыпкер ме? Ауа. Хаялларын ұратығын еркеклер не? Мені тынышыма қой! Берман кел, не дедің? Ал ішіндегі дәртін басу үшін өз балаларын ұратығын әкелер не? Болды. Кел тоқтатайық. Ана адамға хүкім шығару керек, солай ма? Ауа. Қане, аузыңды және бір ашып көр. Ал мына балаға не? Ол не қылды? Оған да хүкім шығарасаң ба? Ол кішкене бала ғой. Сен оған хүкім шығардың? Ол бала сенің әкең еді. Енді қайталамаймын. Енді кішкене айыпсыз қызалақларды ұрлайтын адамларды не? Папа! Папа! Болды, жеткіліклі. Ол адам айыплы ма? Ол дозақта шіруі керек. Ал оны осындай жыртқыш мақұлыққа айландырған оның әкесі не? Ол да дозақта шірісін. Сен онда әммені үкім етесен ғо. Жаманлықтың тамыры адам атаға барып тақалмай ма? Ал Құдай не? Бәлкім ол да айыпкер шығар. Ол ғо осындай дүнияны жаратқан. Оннан қалса, ол нәтижесін білер еді. Айта берейін бе? Сөзсіз. Құдай бәріне айыплы. Демек, саған Құдайды сотлау сондай аңсат екен. Онда таңла, сен балаларыңның біреуін мәңгіге аспанға алуың керек. Ал екіншісін дозаққа таслауың керек. Бұндай қыла алмаймын. Нені қыла алмайсың? Сен әзір Құдайдың орнында тұрыпсың. Қане Құдайдың орнына таңла. Қане, кім дозаққа барады? Бәлкім Кейтті таңларсың. Ол ақыры жаман сөздер айтты. Сені хүрмет етпейді. Бәлкім ол енді қайтып сені жақсы көре алмайтын шығар. Болмаса, Джошты таңлайсаң ба?
Ол саған құлақ салмайды. Үйден қашып кетеді. Алдайды. Бұны білмей тұғын ба едің? Маккензи, қане таңла. Мен бұны қалемеймін. Бұндай қыла алмаймын. Нені қыла алмайсың? Қыла алмаймын. Һәм қылмаймын. Қылуың шарт. Бұл ойын емес. Қылуың шарт. Таңлау мүмкін емес. Таңлауың шарт. Іләжі жоқ. Қолымнан келмейді. Мені алың. Олардың орнына өзім барамын. Олардың орнын өзім аламын. Мені алың. Өзім олардың орнына барамын. Балаларымды жіберің һәм мені алың. Маккензи, сен өз балаларыңды сүюге ылайықлы деп шештің. Хәтте олар үшін өз жаныңды да құрбан етпекшісің. Әне, енді папаның жүрегін түсіндің. Бірақ сонда да мен мынаны түсіне алмаймын. Құдай Мессиді сүйген болса, неге оның сондай азапты көруіне жол қойды? Ол періштедей пәк еді ғой. Білемен. Ол мені сөйтіп жазаламақшы болды ма? Бұл адалатсыздық. Қызалағым жақсы өмірге лайықлы еді. Хаялым менен балаларым да жақсырақ өмірге лайықлы еді. Бәлкім, мен лайықлы емес шығарман. Демек, сеніңше Құдай сондай екен ғой, Маккензи. Ұлы дәртке не үшін мантығы батырғаның көрініп тұр. Құдай ондай емес. Құдай емес оны қылған. Бірақ ол тоқтатпады ғой. Ол көп нәрселерді тоқтатпайды, хәтте оларды қалемесе де. Мессидің басына түскен апат жауыз күшлердің ісі. Ол дүниядағы қалеген адамның басына түсуі мүмкін. Сен еш азап ақырет жоқ дүнияда жасағанды қалейсің бе? Ауа. Жерде ондай дүния жоқ. Бұл әлемде Құдайға құлақ салмауға адамларда ерік бар екен. Өміріңе кіруге жауыз күшлер саңлақ табады. Сонда жақсырақ өмір сүрудің іләжі жоқ па? Бар. Оның үшін сен толық сенуің тиіс. Мен қайтып судья болғым келмейді. Месси. Ол сені естпейді. Ол мені көре ала ма? Яқ.
Бірақ сенің осы жерде екеніңді біледі. Оның ауқалы жақсы ма? Оға да жақсы. Мисси! Ол мені кешірді ме? Нені? Оны құтқара алмағанымды, уақытында жете алмағанымды. Месси ондай деп ойламайды. Нэн де, папа да ондай деп ойламайды. Ол ойды шығарып тасла. Қалай болды? Жүдә жаман. Һәм жүдә жақсы. Сенің мені мақтанаман, достым. Оны көрсеткенің үшін рахмет. Бұл пікір менікі емес. Күш бірлікте деп айтады, солай емес пе? Құдайда дем алып жатыр ма? Жаным, сен менің қазір қандай жұмысларды істеп атырғанымды хәтте көз алдыңа да келтіре алмайсың. Папа, Құлағым сенде, Маккензи. мен саған қатты сөйлеп тасладым. Кешір. Мен білмеген едім. Бәрі жақсы. Енді ол өтміште қалды, оны ұмыт. Бәлкім онсыз бірге жасауға ұрынып көрерміз. Не дейсің? Жақсы болар еді. Мессиді көрсеткенің үшін minnetdarman. Саған оны қатты көрсеткім келген еді. Сізлерді бірге көру менің үшін қаншел үлкен қуаныш болғанын білсең еді. Месси өзгеше қыз. Ауа, Енді түсіндің бе? Мен дүниядағы ең жаман уақиядан да хайран қалдыратұғын жақсылық шығара аламан. Бірақ бұл жаманлықларды дүнияға мен жібермеймін. саған деген сондай жаман қатынасларымды көріп тұрып. Қалайынша сен менден бас тартпадың? Сүйіспеншілік барлық күнәларды жуады. Сен менен еш жақын қатынаста болмағанмын. Бірақ сен сонда да мені жақсы көресің. Ер азаматлар кейде сондай ақмақ болады.
Құдай мені ақымақ деп атады ма? Сөз жүйесін тапса, гәп иесін табады. Таярлан, Мак. Бүгінгі кеш қатты ахметлі болады. Қаяққа бара тұрғанымызды біреуіңіз айтарсыз? Атрапқа қара, Маккензи. Әр бір мәуреттен рәхәтленуге әрекет қыл. Келдік. Тек осы ма? Сенің көзлеріңе ауа. Бірақ бүгін түнде тек біздер көре алатұғын нәрсенің кішкене бір шетін саған көрсетеміз. Яқшы. Аналар не затлар? Олар затлар емес. Адамлар. Папаның әр бір елден, халықтан һәм миллеттен таңлап алған балалары. Сенің шақсам сезім деп атайтұғын нәрселеріңді біздер рең һәм нұр етіп көреміз. Ана біреу не қылып атыр? Неге ол біздерге қарап келатыр? Ол саған келатыр. Ол... Папа? Мак, мені кешір. Барлық зат үшін. Мен соқыр болып сені көрмеген екенмін. Ешкімді көрмеген екенмін. Ауа. Білемен. Мен қатты қорыққан едім. Не қыларымды білмеген едім. Балам, мен сені кешіремен. Сен жақсы әке болғансаң, ал мендей жауыз емес. Сенің менен қаншелі мақтанатынымды білсең еді. Мені кешіресің бе? Және көрсеміз, балам. Ауа. Жүр, үйге кеттік. Мак, оян. Кететін уақытымыз болды. Папа? Таңғы сәлем, балам. Сен менің әзілдесіп атырсың ба? Әдеттегідей. Бүгінгі істейтұғын нәрселеріміз үшін саған әке керек болады.
Каяққа баратырмыз? Hazır көресің. Біздер бұл жерге сенің үшін оға да ауыр болатұғын бір нәрсені іздеуге келдік. Iltimos, керек емес. Балам, біздер шипаға жақын қалып тұрмыз. Соның менен сенің саяхатың таусылады. Сонда оны кешіруім керек пе? Ол менің қызымды өлтірді. Оны азаплар едім. Маған берген азабын өзіне қайтарған болар едім. Оны сенің азаплағаныңды қалар едім. Білемен. Бірақ ол да менің балам ғой. Оны да құтқарғым келеді. Құтқарғым? Ол дозақта жануы керек. Сен қайтадан судья бола жақсаң ба? Демек, ол азабын көрмей құтылып қалады екен да. Ешкім құр құтылып қала алмайды. Хамме заттың ақыбеті болады. Оның істеген заты Жүді жаман. Оның істеген ісін ақылауыңды сұрап тұрғаным жоқ. Менің сұрайтұғыным маған сен. Мен ненің туыры, ненің жақсы екенін білемен. кейін не болады? Кешіру, бұл дос болу дегенді аңлатпайды. Жүрегіңнен жаманлықты шығарып тастасаң болды. Мак, дәрт ішіңде сені жеп батырыпты. Ол сенің қуанышыңды ұрлап, сүю қабілетіңді байлап тұрыпты. Қолымнан келмейді. Қолыңнан келмеген үшін емес, ал өзің қалемегенің үшін құтылмай атырсаң. Бұны бір өзің істемейсің. Міне мен қасыңдаман. Мен не істеуім керек? Тек даусыңды шығарып айт. Мен кешіремін. Мен сені кешіремін. Маккензи, сен ажайып адамсың. Менің елі ашуым келіп тұр. Әлбетте, ешкім оны бірден шығарып жібере алмайды. Бәлкім бұны 1000 мәрте айтсаң ғана, өзіңді біраз жеңіл тұтатын шығарсаң. Бірақ ол шығады. Қане кеттік.
Мессиді үйге алып барамыз. Кешіремін. 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 İltimas, iltimas. I don't know where you're going, but I'll meet you there. I can't blame you for leaving, but it's still not fair. And when I don't know what to say, I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. I don't know how to love, don't know how to feel. When I don't want to believe, I'll believe in you. I'll believe in you. I'll believe in you. Шпалы судың аққаны денесі үшін жақсы болады. Бұлар сенің көз жасларың, Маккензи. Оларды жинап баслағанымызға көп уақытлар болды. It's all I can do to keep you here with me. I remember you, won't you remember? And when I don't know what to think, I think about you. Мархамат. Рахмет. Маккензи, біздер сенден бір нәрсені таңлауды сұраймыз. Сен біздер менен қалсаң да болады, ямаса Ненхам балаларыңа қайтсаң болады. Қайсын таңласаң да, Вархолла қасыңда болуға уәде береміз. Мессиге не болады? Егер қалсаң, оның менен бүгін-ақ бірге боламыз. Егер кетсең, оны осы жерде қалдырасаң, бірақ уақытшаға. Ал ол нені қалайды? Әлбетте сені көргісі келіп атыр. Бірақ ол асығыслық жоқ жерде жасап атыр, сондықтан ол күте алады.
Бұл жерде көрген нәрселерім мені өзгертіп жіберді. Үйге қайтсам, жұмысқа барамын. Жақсы адам болуға әрекет қыламын. Бала шағамды қадірлеймін. Бірақ білмедім. Бұлардың бір ахметі бар ма өзі? Әлбетте бар. Мак, сенің өзіңде, барлық іслеріңде қатты ахметлі. Сен сүйген уақытыңда, Мак, ямаса кешірген уақытыңда, яғни һәр жақсылық істеген уақытыңда дүние өзгереді, жақсы тарепке қарай. Әр бір нәрсе ахметлі, барлық нәрсе. Онда мен үйге қайтамын. Яқшы. Біздер сенден біздер үшін бір нәрсе істеуіңді өтініш етеміз. Айтыңыз. Кейт саған мұқтаж. Ол Мессидің өлгенін өзінен көреді. Ал сен бұны өзіңнен көретұғын едің. Бірақ бұған шек қоятұғын уақыт келді. Үйге қайтқанымнан соң сіздер қасымда боласыздар ғой? Мен барқұлла қасыңда едім. Мен барқұлла қасыңдамын. Мен барқұлла қасыңда боламан. Яқшы. Себебі мен сіздерді қатты жақсы көріп қалдым. Мен де сені жақсы көремін, Мак. Мак. Мак? Эй. Мак. Сәлем. Сәлем, достым. Ояндың ба? Мен қаяқтаман. Емлеуханада? Папа қаяқта? Қазір врач менен жақынларын шақырып келемен. Яқшы. Вилли. Ол жерде оны көрдім. Кімді? Қай жерде көрдің? Кейтпенен сөйлесуім керек. Эй, тынышлан. Нэн менен де, Джош менен де. Оларға айтуым керек. Олар со жерде. Қазір оларды шақыруға кетті. Олар асханада еді. Маған не болды? Сен 40 тонналық жүк машинасы менен дүкістің. Кеше кеште ме? Яқ, 5-ші күні. Менің машинамды ұрлап кеткен кезіңде. Мүмкін емес. Мен демалыс күнін қоста өткіздім ғой. Мак, сен ол жерге жетіп үлгермеген екенсің. Яқ, бардым. Мен бардым. Мен ол жерде болдым. Яқшы, достым, саған өзіңді көп қинауға болмайды. Мен Құдайды көрдім. Папа саған сені қатты жақсы көретұғынын айтып жіберді.
Мак, Димал, сәлем. Тәуірсің бе? мені кешір. Әммесі үшін. Тыныш. Бәрі жақсы, кейін сөйлесеміз жаным. Қазір демалуың керек. Саған айтатұғын нәрселерім дөм көп. Көл туралы, папа туралы, Мисси туралы. Ол сол жерде екен, мен оны көрдім. Бәрі жақсы. Яқ, жылама. Ол жүдә жақсы. Ол бақытлы. Сұп-сұлу. Ол оға да көзал. Сәлем, чемпион. Кел, балам. Сен күшлісің. Рахмет. Мен Кейтпенен сөйлесіп алайын. Яқшы. Рахмет. Сәлем. Білемен, арамыздағы қарым-қатынас онша жақсы емес. Мен өз дәртлерімнің астына көміліп қалып, сенің жүрегіңде не болып атырғанына диққат аудармаппын. Бұл үшін мені кешір. Кейт. Сенің ешқандай айыбың жоқ. Мен сол күні қайықта тұрмауым керек еді. Маған қара. Өткен нәрсе өтіп кетті. Бәрі жақсы болады. Бұның қандай жаман сезім екенін мен білемен. Оны қалай шығарып таслауды мен енді үйреніп атырман. Оны екеуміз біргелікте үйренсек жақсы болар еді. Қандай қиыншылыққа дүс келсең де, енді бар құлақ қасыңда боламын. Мен сені қатты жақсы көремен. Мен де сені қатты жақсы көремен. Сені қатты жақсы көремен, Кейт. Сол күні Мак Нэнге барлығын айтып берді. Мен саған сенемін. Бірнеше хапта ішінде ақ Мак тез тәуір болып кетті. Құдай, құдіретлі Құдай,
Ол патша. Жер бетінде дүнияны басқарады даналығы менен. Әлбетте, Мактың басынан бұл вақиялардың растан болып өткеніне біреулер күмәндануы мүмкін. Біреулер ұлыма сенбеуі мүмкін. Бұл енді әркімнің өз шешімі. Ал маған келсек, мен әр күні достымның өміріндегі өзгеріслерді көріп, сенбеуге себеп таба алмай жатырмын. Міне ұсла. Вилли қармақ құруға шақырды. Егер оныкінен үлкен ұсласам, 10 бакс беремен деді. Арқайын ұслайсың. Маған қармақ алдың ба? Қалегеніңді ал. Сен де құрып көр, бәлкім ең үлкен балықты сен ұсларсың. Болуы мүмкін. Ұлы дәрт кетті. Дерлік әр күні Мак хақиқи қуанышты басынан өткізбекте. Ол басқалардан көбірек сүйетұғын болды, тез кешіретұғын болды, және тез кешірім сұрайтұғын болды. Папа, Ол қайтадан балаға айланды. Ал бәлкім, бірінші мәрте өзін баладай етіп сезген шығар. Тез сеніп, баладай қуанатын болды. Мен енді әтте хайранда қалмаймын. Егер бір күні Мак аяқ киімдерін шешіп, суда жүрсе. Көз жаслар емес пе? Бәрін бұлдырап көрсететұғын. Айна ыдыслар емес пе? Түсіп тез сынып қалатұғын. Мұхаббат емес пе? Хеш өшпес із қалдыратұғын. Тек маған қара, тек маған қара. Ішің дәртке толғанда, тек маған қара. Günahkar емес пе? Кейде бүткіл мейірімді алатұғын. Мұқаддеслер емес пе? Қалғанына да шүкір қылатұғын. Ауа, бұл дүнияда кеуіл тез жарақатланар. Ең жақыныңды да сен жарақатлап, құяшты да көрмей қаласаң. Көзлеріңді менен айырма, қараңғылықта адасқаныңда. Көзлеріңді менен айырма, жүрегіңдегі шыра сөнген кезінде. Кейде жалғыз қалған кезлеріңде, көздеріңді менен айырма. Үйіңе апаратын жолды жоғалтқаныңда, көзлеріңді менен айырма. Көзлеріңді менен айырма. Қараңғылықта адасқаныңда, көзлеріңді менен айырма. Үйіңе апаратын жолды жоғалтқаныңда, көзлеріңді менен айырма. When the light in your heart is too burned out to see, keep your eyes on me. Swear you're all alone sometimes. Keep your eyes on me. And you can't find your way home sometimes. Keep your eyes on me. Keep your eyes on me.
on me.